Достар, Мәнік Ақсақалдың пайдалы ақпары. Ақсақал, пышақ неліктен бермейді? Әсіресе туысқандар, жақындар бір-біріне пышақ беруге болмайды қазақта. Норма ба деп айтамыз. Пышақты сұрап ала алмайды, ұрда болады деп айтады. Бірақ орнына бір нәрсе қалдырып кетеді ғой. Иә, ұрда болады деп айтады. Енді оны былай болғанда оның зәрі де қымбат нәрсе. Өйткені біліп қойса, өңбеніңнен өссін пышаққа түсіп өл дейді оған. Қалай? Өңбеніңнен өссін пышаққа түсіп өл дейді, ондай қарғысы бар. Оны енді Пышақты алғанда. иә, албаты білдірмей бірдеме істемесе, албаты оны сұрап та ала алмайды. Бірақ подаркіге беруге болады. Бола ма? Подаркіге беруге болады. Подаркіге. Қазір мен туған құдам жасап берген, подаркіге соғып берген қазақ пышағым бар. Ол подаркіге беруге болады. Дәл былай қарата, бүйтіп алып кетуге болмайды. Көрсетпей ұрдап атып кетсе, онда білмей қалуы мүмкін. Ал біліп қойса, әгіндей қарғысы бар, ода қиын. Біліп қойса, айыппұл төлеу керек қой. Не дейді? Ендігі пышаққа түсіп өл деген қарғыс емес қой. Оған жоламау керек. Сондықтан достар, міне Ақсақалдан сіздерге қазаққа жаңағы қалай айтсақ пайдалы ақпарат. Аман болыңыздар, байқаңыздар. Енді пайдалы болса сақтап, басқа адамдарға бөлісіп, әсіресе пышақ ұрлайтын адамдарға бөлісіп жіберіп қойыңыздар. Енді бұл жаңағы уақытша нәрсе ғой. Ұрлықтың арты қорлық дейді. Иә, ондай нәрсе болмау керек, қазақта нәрсе болмаған. Сондықтан рахмет, сау болыңыздар.